Шахзада Шонанова. Шұға десе шұға еді-ау деген күрсініспен басталатын Бейімбет Майлиннің шұға әңгімесін оқымаған жұрт жоқ шығар. Сол секілді есімін күрсініспен еске алатын қазақтың қыршын ғұмыр бір қызы бар, Шахзада Шонанова. Мен бұл есімді алғаш рет Алаш Арысы Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнәр әжейдің аузынан естіген едім. Гүлнәр Міржақып қызы былай дейді. 1936 жылы мен студент едім. Демалыс үйіне барғанымда бірде Телжан Шонанұлының жұбайы Шахзада апайды көргенім бар. Бір көрмекке керемет сұлу, өзі оқыған, білімді. Халық комиссариятында қызмет істейтін апайда сол жерде демалып жатса керек. Мені көргеннен жанына жақын тұтқан сол кісі бір күні жүр, екеуміз саяхат жасайық деді. Сол серуенде екеуміз тау басына шықтық. Әлден уақытта үлкен бір жартастың жанына жете бергенімізде Шахзада апай жартасқа сүйеніп тұрды да бір керемет өлеңдерді бірінен соң бірін оқуға көшті. Таңдана қарап қалған маған кенет бұл сенің әкең жазған бақытсыз жамалда жазылған өлеңдер емес пе, деді. Сөйтіп мен бақытсыз жамалды бірінші рет Шахзада Шонанованың аузынан естідім. Осыған дейін естімеген соң әлгі есім жадымда қалып қойған еді. Солайша бұл есім әрі қарай ізденуге жетеледі. Бұл қыз кім? Алаш арыстары еңбегімен қалай таныс? Қазақ қызының ол тұста халық комиссариятында қызмет етуі сирек құбылыс. Соңында білгенім, мені елең еткізгені Шахзаданың Алаш арыстарымен бірдей айыпталып, қуғыннан көз ашпай, соңында дәл сол арыстардай атылып кеткендігі болды. Әрине, ерлердің қасында жүріп, солардың жары болғаны үшін халық жауы деген жала жабылып, Ақмоладағы Алжир лагерінде жазасын тартқан Күләнда Қожанова, Дәмеш Жүргенова, Гүлбақырам Сейфуллина, Гүлжамал Майлина, Әзиза Рысқұлова сынды көптеген апамыз болды. Бірақ бір жұбанарлығы, олар лагерде белгілі бір уақыт жазасын өтеп тірі қалды ғой. Ал Шахзада неге атылды? Өмірдің қызығы былай тұрсын, аңдусыз өткен бір күнге зар болатындай осы бір аяулы ару кімге не жазып еді? Ол неліктен қуғындалды? Шахзада 1903 жылы Батыс Қазақстан облысы Шымбеті ауданында дүниеге келген. Әкесі Арон Қаратаев әйгілі Әбілқайыр хан ұрпағы, төре тұқымына болатын. Белгілі қоғам қайраткері Бақытжан Қаратаевтың інісі еді. Шахзаданың анасы да осал болмаған. Хұсни Жамал Зұлқарнай қызы Нұралы Ханова тарихымызға өшпес жұлдыз болып енген қазақ қыздарының арасынан шыққан алғашқы мұғалімдердің бірі болатын. Білімі. 1937 жылы қаңтар айында Шахзада Шонанова Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университеті биология факультетінің 2-ші курс студенті атанады. Сонда осы 34 жасына дейін ол қайда болды, немен айналысты деген сұрақ туындайды ғой. Жастай оқыған, зерек, алғыр қыз 6 жыл мектепке дейінгі тәрбие әдіскері, ғылыми хатшы, мектеп инспектор қызметтерін атқарған екен. 1937 жылғы анкетасында ол өзінің 9 жыл кеңес мекемелерінде қызмет атқарғанын айтады. Бүкіл арманы жоғары білім алу еді. Өкініштісі, өмір бойына қаншама оқу орнының табалдырығын аттап, бірақ әлгіндей тегіне бола оқудан шығарыла, ақыры сол арманына жете алмаған күйі кетті. Алдымен ол Орта Азия университетінің медицина факультетіне оқуға түскен. 2-ші курсында шығарып жіберді. Кейін Алматы медициналық оқу орнына түсіп, ол жерден де шығарылған. Басқан ізі аңдуда болған ол арасында ғана оқуын жалғастыруға рұқсат алып отырыпты. 1938 жылы 12 наурыздан 11 сәуірге дейін Қарағанды қаласы маңындағы Прибалқаш стройдың Спасск бөлімшесіне Шахзаданы медицина қызметкер ретінде жұмысқа жібереді. Ал ол бүкіл Қарағанды Балқаш маңындағы ел сүзек ауруынан қырылып жатқан тұс болатын. Сонда ол жерден тірі қайтуы екіталай деп әдейі өлімге айдалып отыр ғой. Дегенмен жаратқанның көзі түзу ғой. Жас қыз сол өлім жайлаған өлкеден дін аман болғаны бұлай тұрсын, абыройлы анықтамамен оралады. Тұрмыс жағдайы. Тағдырдың жазуымен Шахзада 2 рет тұрмыс құрған. Алғашқы ері мемлекет қайраткері Ыдырыс Мұстамбаев болатын. Ол 1898 жылы қазіргі Жаңа Семейде кедей отбасында дүниеге келіпті.
1916 жылы орыс-қазақ училищесін үздік бағамен бітіреді. Кейінгі оқуын Семей гимназиясында жалғастырып, Мұхтар Әуезовпен бірге бұл оқу орнында үздік бағамен аяқтайды. Мұстамбаев төңкерістен кейін саяси қызметке Мұхтар Әуезов, Ахметбек Сейсенбаев, Ғарифолла Ысқақов және тағы басқаларымен белсенді түрде араласқан. 1920 жылдың соңынан Семей губерниялық азық-түлік комиссары, Орал губеркомының мүшесі болса, 1922 жылдың 13 шілдесінен бастап Ақмола губерниясының прокуроры қызметтерін атқарады. 1925 жылы Мұстамбаев Сырдария губерниялық атқару комитетінің төрағасы болды. Оның бұл қызметі Қазақстанның партия басшылығына Голощекиннің тағайындалуымен тұспа-тұс келді. Арада бір жыл өтер-өтпес өлкеком бюро мәжілісінде Мұстамбаевтың мәселесі қаралып, ұлтшыл деп айыпталады. Сөйтіп қуғындап 1933 жылы 4 шілдеде ОГПУ алқасы үштігінің үкімімен 5 жылға бас бостандығынан айырылады. 1937 жылы сол айыбы үшін тағы да ату жазасына кесілді. Осылайша небәрі 39 жасында қазақтың асыл азаматтарының бірі саяси қуғын-сүргін құрбаны болған еді. Шақсада өзінің алғашқы мақалаларына Мұстамбай келіні деп қол қойып жүреді. Ал кейіннен 1937 жылы ол екінші рет энциклопедист ғалым, қоғам қайраткері, қазақ жер мәселесінің тарихы атты еңбектің авторы Телжан Шонановпен бас қосады. Қаратаева деген тегіне шүйілге берген соң, тұрмыс құрып күйеуінің тегін алғанда да Шақсада бәрібір қуғынның құрығынан құтылмайды. Ал Телжан Шонанұлы тіл танушы, түркі танушы ғалым, Алаш Орданың оқу комиссиясының мүшесі еді. Зерттеу жұмыстарындағы Ахмет Байтұрсыновқа жалпы алаш істеріне қатысты тұстарына байланысты халық жауы деген айып тағылған Телжан Шонанұлы 1937 жылы шілденің 20-сында Алматы қаласында тұтқынға алынды. Сөйтіп 1938 жылы 27 ақпанда ату жазасына кесілсе, араға бір айда емес небәрі 10 күн салып, 9 наурыз күні әйгілі Қаратаевтардың тегі қазақтың маңдай алды мақтанышы дерлік бір қызы Шақсада Шонанова атылып кете барады. Соңғы қорытынды тақырып Шақсада не үшін атылды? Шақсаданы айыптау НКВД үшінде аса қажет болған сияқты. Шыққан тегі де, күйеуінің халық жауы ретінде тұтқынға алынуы да, өзінің сауатты болуы да, көптеген зиялы азаматтармен қызмет бабында аралас құралас жүруде бұлтартпас айғақ ретінде ойластырылған ғой. Мысалы, 1938 жылдың 6 қаңтарындағы протоколда Шақсада өзін антисоветтік ұйымға 1926 жылы Ыдырыс Мұстамбаев тартты деп мойындаған. Ал 13 қаңтардағы жауабында Қазмуде оқыған кезде мен студент жастар арасында күнбе-күн антисоветтік ұлтшылдық насихат жүргіздім. Контрреволюцияшыл, буржуазияшыл ұлтшылдық идеясын кеңінен тараттым дегенде сөздер бар. Міне, жаланың көкесі деп осын айтуға болады. НКВД-да отырған жендеттер осыдан тура 2 жыл бұрынғы, яғни 1936 жылдың 20 қазанында Қазмуде болған өртті де Шақсаданың мойнына артады. Шақсада 1938 жылғы 17 қаңтардағы жауабында 1936 жылғы күзде Қазмуды өз қолыммен өртедім. Соның нәтижесінде университет үйінің негізгі бөлігі жанып кетті деп қол қойыпты. Дұрысында өрт іле-шала сөндірілген, тіпті соншалықты қатты өртте болмаған. Анатомия бөлмесіндегі кітаптар, құрал-жабдықтар далаға шығарылған. Жазықсыз жалалы болған Шақсада Шонанова 1938 жылдың 9 наурызында ері Телжаннан 10 күннен кейін Алматы түрмесінде атылды. Қазақтың ару қызының сыртқы сымбаты, ажары, жүріс-тұрысы туралы жазушы Хамза Есенжанов Ақжайық романында ерекше суреттейді. Ең өкініштісі, Телжан Шақсада Шонановтар әулетінен ұрпақ жоқ. Шақсада құрсақ көтермеген. Бауырына басқан ұлдары Жақып сол жылдары Донбаста Сталино қаласында индустриялық құрылыс институтының студенті екен. Жақыптың кейінгі тағдыры туралы дерек жоқ. Мәліметтер Мәриям Әбсаттардың
алаш зиялыларының соңғы сөзі атты кітабынан алынды.